Әлемнің кез келген елінде кез келген адамға не қажет? Үй, жұмыс, көлік. Бүгін Тоқаев кезінде қазақстандықтар үйді қалай сатып алады? Дұрыс. Назарбаев кезінде қалай болса, дәл солай ессіз пайыздар мен ипотекаға. Екі есе тіпті одан да көп артық ақша төлейді. Барлық банктер әлі де Назарбаевқа тиесілі болғандықтан, сіздер үрленген бағаны соған төлейсіздер. Бүгін Тоқаев кезінде жұмысқа қалай орналасасыздар? Резюмемен бе әлде Назарбаев кезінде болғандай туыстық байланыс, таныс, бәке, мәке арқылы ма? Жауабын менен де жақсы білесіздер. Бүгін Тоқаев кезінде көлікті қалай аласыздар? Тоқаев Назарбаевтың барлық утиль және басқа далымдарын алып тастады ма? Әлде әлі күнге дейін 2-3 есе қымбатқа көлік сатып алып жүрсіздер ме? Бүгін Тоқаев кезінде қарапайым қазақстандық жалақысының 54%-ын азық-түлікке жұмсайды. Салыстырып көрейік. Қазақстандықтар киім үшін қанша артық төлейді? Мысалы, америкалық Nike кроссовкасын алайық. Белгілі бір үлгіні олардың ресми сайтынан көреміз. Енді дәл сол үлгіні Каспий дүкенінен табайық. Көргендеріңіздей бағасы 2 есе қымбат. Оның өзін көп қазақстандық несиеге алып, қарапайым кроссовка үшін 3 есе артық төлейді. Ал ақш-та бұл кроссовкалар 20 жыл бұрын $70-90 тұрса, бүгінде сол бағамен тұр. Қазақстанда соңғы 20 жылда аяқ киім, үй, көлік, азық-түлік бағалары шарықтап, ондаған есе қымбаттап кетті. Ал сіздердің жалақыларыңыз, зейнетақыларыңыз, жәрдемақыларыңыз, шәкіртақыларыңыз Назарбаевтың жиһазы тарапынан нақты инфляцияға емес, тек ресми инфляция пайызына ғана индексацияланып тіркеледі. 2019 жылы доллар 380 теңге тұрса, бүгін Назарбаев жиһазының президенттігінің 6 жылынан кейін 540 теңге болды. Демек, орташа қазақстандық үй үшін Назарбаевқа 2 есе артық төлейді. Көлік үшін 3 есе артық төлейді. Жалақысының жартысынан көбін азық-түлікке жұмсайды. Киім үшін 3 есе артық төлейді. Бірақ соған қарамастан әлі күнге дейін тойға барып, Назарбаевтың туған күнін тойлайды ма сонда? Сонда қазақстандықтар нені тойлайды? Кедейлікті ме? Оянатын уақыт келді. Назарбаев пен Тоқаевтан өздерің, балаларың, немерелерің үшін лайықты, жақсы өмірді талап ететін уақыт жетті. Тоқаев кет.